Биыл аймақта қыс қаһарлы, қар қалыпты деңгейден 200 есе қалың түсті. Облыс орталығы мен Тасқала, Бәйтерек, Қазталов аудандарында тасқын қаупі бар. Қазір көктемгі селдің алдын алу шаралары қалай жүргізілуде? Техника жеткілікті ме? Бұл мәселе бүгін облыстық төтенше жағдайлар комиссиясының кезекті отырысында талқыланды. Қазгидрометтің мәліметінше биыл омбы қардың ылғал қоры да мол. Ақпан айының алғашқы 10 күндігінде бұл көрсеткіш облыс орталығында 125, Тасқала жерінде 134, Бәйтерек ауданында 86 мм құраған, яғни қалыпты деңгейден 2 есе жоғары. Ал тоң қабаты өткен жылдармен салыстырғанда әлдеқайда жұқа. Бұл еріген қар суының жерге тез сіңуіне мүмкіндік береді. Орал қаласында биыл топырақ қату тереңдігі 37 сантиметрді құрап, бұл былтырғы 114 сантиметрге қарағанда 3 есе кем. Сонымен қатар облыс бойынша топырақтың күзгі ылғалдануы жеткіліксіз екендігін ескеріп, бұл жағдай топырақтың қату тереңдігі аз болуына байланысты жалпы ылғал қорының 20-30% топыраққа сіңуіне әсер етуі мүмкін. Көктемгі селдің алдын алу шараларына өңір қазынасынан 153 миллион теңге бөлінген. Төтенше жағдайлар департаменті дайындық жұмыстарына кірісті. Қазір құм толтырылған 125 мың қап, 173 су сорғыш құрылғы әзір, 156 тонна жанар жағармай сатып алынды. Әрі әуеден мониторинг жүргізуге қосымша қаржы қарастырылған. Атқаратын жұмыстарымыздың бүкіл шараларымыздың барлығын бекітіп, тапсырма берілді. Орал қаласы, Бәйтерек ауданы, Тасқала ауданы, мана сол үшін дейтін біз сол нақты тапсырма беру үшін сол аудандарда тоқтадық. Сосын Қазталов ауданы. Орал қаласындағы ақ ұлпаның қалыңдығы жарты метрден асты. Бүгінде қар аршу жұмыстарында 300 адам мен 100-ден астам техника жұмылдырылған. Алайда бұл шаһар көшелерін омбы қардан тазартуға жеткіліксіз. С ноября месяца Қараша айынан бастап 6000 текше метр қар шығарылды. Асан ауылындағы полигон қарға 100% толды. Әрі Балауса шағын ауданындағы полигонда тола келді. Енді қар төгуге арналған жаңа орындар белгіледік. Осы аптада ауыр жүк көліктері қарды жаңа полигонға тасуды бастады. Комиссия отырысында облыс әкімі Алтай Көлгінов қаланы қардан тазарту жұмыстарына кәсіпорындардан қосымша техника тартылатынын айтты. Әрі барлық аудан басшыларына осы бастаманы тез арада қолға алуды тапсырды. Сейчас в городе Уральске мы удваиваем технику, которая работает. Оралда қар аршуға жұмылдырылған техникалар санын еселейміз. Біз жергілікті құрылыс компанияларымен келісімге келдік. Қазір 25 жүк тиегіш көлік болса, енді қосымша 50 техника қосылды. Олардың кейбірі кеше ескі қала аумағындағы облыстық аурухана маңайын тазалауға пайдаланылды. Бұған қоса қосымша тағы КАМАЗдар жұмылдырылады. Бұл жұмыстарды әр аудан басшылығы да қолға алу керек. Жайық-Каспий бассейндік инспекциясының басшысы әзірге Жайық өзенінің жоғарғы ағысынан келетін су көлемі 800 миллион текше метрден аспайтынын айтады. Қазіргі уақытта бос судың сыйымдылығы 700 миллионға дейін жету керек, көктем басылғанға дейін. Сондықтан Жайық өзенінен үлкен бір судың көлемі келеді деп, ондай болжам жоқ. Дегенмен Жайық өзенінің негізгі сағасы болып келетін Сақмара өзені бар. Бұл Жайық өзенінің 50-60%-на дейін судың көлемін береді. Бұл өзен бойынша біздер әлі Башқұртстан Республикасынан мәлімет алған жоқпыз. Дегенмен ояқтанда қардың көптігі жөнінде біздер мәліметіміз бар. Есесіне Қараөзен мен Сарыөзеннің Ресейдегі бөлігінде соңғы 10 жылдықта болмаған қалың қар түсті. Қазталов ауданында аталмыш қос өзеннің бойында 14 елді мекен орналасқан. Жалпы ауданда қар аршуға 2 миллион теңге қаражат жұмсалып, қазір 4000 текше метр қар шығарылды. Жапақтал бойынша Ғайса көпірі, Күрілеу көпірі, Сығансай жер бекеттерін бекітуіміз керек. Соларға қазір баратын подъездный жолдарға қар аршу жұмыстарын жүргіземіз. Сосын карьерлерді белгілеп қойдық. Енді қазір өзімізде жалпы осы су тасқын кезінде 7 кәсіпорынымыз, 2 ДТ-75-іміз, 4 КАМАЗымыз, 3 погрузчигіміз бар, және дөңгелек тракторларымыз бар. Ертең қар ерген кезде байланыс болмай қалады. Сол үшін жейтін тамағын басқа да, егер жаңағы денсаулығымен кішкене қиындығы бар адамдар болса, алдын ала алып шығып кетіңіздер ол жерден. Себебі көктемде 1-2 жұма байланыс болмай қалуы мүмкін. Жер балшық болады, ешқандай техника жүре алмай қалады. Соны алдын ала ескеріңіздер. Халықпен сондай түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Ал Бәйтерек ауданында былтыр көктемгі селдің алдын алуға арналған арықтар жаңғыртылды. Сондай-ақ қажетті материалдар мен техникалар қатары толықтырылды. Тиісті құралдарды және техника дайын. Қазіргі таңда Жасұлан Тұргөш айтқандай, былтыр біз тәжірибеміз бар. 20 мың кубтай біз шығардық. Былтыр арнайы арықтарды дайындап біз өзенге арнамен су ағатындай біз жағдай жасап қойдық. Жанар жағармай бар, арнайы қапшықтар бар. Жалпы 151 техника қазір дайын тұр бізде.
Жиында ауылдық жерлерді мал азығымен қамту мәселесі де қаузалды. Биыл облыста жеткілікті деңгейде жем-шөп әзірленген. Жаңа қала Бөкей Ордасы ауданында жылқылар Нарынқұмға айдалды. Ал Қазталов ауданында омбы қарға күткен 1500 тұяқты жануар бөгет пен қопаларға шығарылды. Келелі кеңесте облыс әкімі төтенше жағдайлар комиссиясының мүшелеріне күшейтілген жұмыс тәртібіне көшуді тапсырды. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақ Жайық арнасы.